Баршаңызға сәлем, қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Кей адамдардың қысы-жазы аяқ-қолы мұздап жүретіні бар. Бұл ағзадағы қан айналымының нашарлығынан. Мұндайда тамырлар тез тарылады. Дегенмен, мұндай ерекшелігі бар адамдарға проблеманы жеңудің жолы жоқ емес. Ол үшін біріншіден кеңірек киім кию керек. Мысалы, бір өлшем артық аяқ киім, сәл кеңдеу көйлек жақсы. Яғни, дене мен киім арасындағы ауа қабаты пайда болған дұрыс. Ол денені жылытады. Өткір дәмді азықтар да пайдалы. Олар тамырды кеңейтеді. Жүректің қанды белсенді түрде айдауына жол ашады. Сол арқылы қан айналымы жақсарады. Дене қызуын көтереді. Және ащы келімдер де тамыр қабырғаларын нығайтып, қан ұюының алдын алатын А және С витаминдері бар. Темекі, ішімдік, кофеиннен бас тартыңыз. Олар тамырды тарылтады. Алкоголь ағзаны сусыздандырады. Балық пен жапырақты көкөністер де мұндай адамдарға пайдалы. Балық майы мен ниацин қосылған, құрамында темір бар азықтар мен биологиялық белсенді қоспалар тамырды кеңейтіп, қан айналымының қалыпты жүруіне қамтамасыз етеді. Ағзадағы су тепе-теңдігі сақталған абзал. Өйткені судың дене температурасын қалыпты ұстауға, оның қан айналымына да жәрдемі мол екен. Адам көбірек қимыл қозғалыста болған дұрыс. Аяқ-қолы мұздайтындар көшеден ішке кіргенде бірден диванға жайғаса салмаған дұрыс. Әсіресе бұл семіз адамдарға қатысты. Өйткені оларда қан айналымы нашар. Жалпы, аяқ-қолдың үнемі мұздап жүруі қан айналымы нашарлығының айқын белгісі. Онда анемия, артерия тамырының бір аймағында тұйықталу немесе басқадай проблема болуы мүмкін. Алаңсыз жүре бермей, дәрігерге тексеріліп, тиісті ем-дом кеңес алған абзал екен. Достар, ақпарат ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі жолыққанша сау болыңыз.